Баршаңызға қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін YouTube каналымда осындай өзгеше торттың рецепті шығады. Бұл торт Спартак деп аталады. Бірақ бұның пісірілу жолы өзгеше, яғни торт вертикальный. Осы торттың рецептімен бөлісуді жөн көрдім сізбен. Ең алдымен достар, кремін біздер пісіріп қою керекпіз. Мен бұл жерде заварной крем ретінде жасадым кремді, яғни қайнатпалы крем. Ол үшін 2 жұмыртқаны қантты жақсылап сүтпен араластырып алдым. Ең бірінші кремді жасап қою себебіміз, тортымыз піскен уақытта креміміз бөлме температурасындағы күйде жылы болу керек, яғни суып тұру керек креміміз. Сондықтан ең бірінші кремді дайындап аламыз міндетті түрде. Массамызды араластырып болғаннан кейін үстіне крахмалды қосып, тағы да жақсылап крахмалымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Венчиктің немесе вилканың немесе қасықтың көмегімен осылай жақсылап араластырамыз. Достар, дайын болған сұйық массамызды жай оттың астына үзіліссіз осылай араластыру арқылы крем жасаймыз. Достар, тағы да айтайын, міндетті түрде араластыру арқылы үздіксіз араластыру керексіздер сіздер. Мына крем, егер араластырмай қалсаңыз, крем комок болып, яғни креміңіз шықпай қалады сізде. Сондықтан да міне видеодағыдай мен сияқты үзіліссіз осылай араластыра бересіз. Видеода көріп тұрған болсаңыз, менің кремім қоюланып жатыр. Қаймақ тәріздес қойылған кезде отыңыздың астын сөндіресіз де оттан аласыз кремді. Енді дайын болған кремімізді суытамыз. Ол үшін мен пищевой пленканы алып, бетіне жауып, салқын жерге кремімді қойып қойдым. Бұл пищевой пленканы не үшін жабамыз деп ойласаңыз, крем суу барысында бетінде қабыршақтанып қалуы мүмкін беті. Сол қабыршақ пайда болмас үшін мен осылай пищевой пленкамен бетін жауып қойдым. Достар, біздер кремімізді суытып қойдық, ал ендігі кезекте коржықтарын дайындаймыз. Ол үшін 3 жұмыртқаны қантпен жақсылап араластырып алдым. Үстіне шым тұз қосып, тағы да кішкене араластырып алдым. Үстіне сары май салып, тағы да араластырдым. Ал енді 80 грамм мед өлшеп массамызға салып, тағы да араластырдым. Достар, біздің осы пайда болған массамызды мен жай отта араластырып ертіп алам, яғни мына ірімтік болып ішінде жүрген майы, қанты, меді жақсылап араласу керек. Жай отта үздіксіз араластыру арқылы ертеміз. Міне достар, менде еріп шықты, осындай масса пайда болды. Енді осының үстіне 1 ас қасық сода салып, тағы да араластырам. Массамыз ұлғаяды осы кезде біздің. Достар, енді алдын ала өлшеп қойған какао мен ұнды мен ыдыста араластырып алдым осылай. Және де осы құрғақ компонентімізді сұйық массамызға салып, тесто жасаймыз. Біздерде осындай қоймалжыны масса пайда болды достар. Ендігі кезекте осы қоймалжыны массаны пергамент қағазына тегісте етіп жайып шығамыз.
біздің коржигimiz вертикальный болғандықтан бұл стандартный торттарға қарағанда өзгеше дедім сізге. Сондықтан да мен сияқты пергамент қағазына жіп-жіңішке қылып жағып шығасыз. Осыны сосын пешіңізде пісіріп аласыз. Егер де сіздің пешіңіздің формасы үлкен болса, сіз екі бөліп жағуыңызға болады. Менде стандартный пеш, крафт деген фирманікі. Сондықтан да мен өзімнің формам кішкентай болғандықтан мен 3 бөліп салдым. Осы қоймалжымасыны, яғни 3-ке бөліп осылай жақтым. Менде 3 пергамент қағаз кетті. Және де бір айтып кететін жайт, достар, пергамент қағаздарыңызды майлап алыңыздар. Өткені піскен кезде бұл жаңағы тестіміз алынбай қалуы мүмкін пергамент қағазынан. Сондықтан да майлап алған жөн пергамент қағазын. Достар, мен осылай міне тегістеп жағып шықтым. Енді осыны пешіме салып, формама салып, яғни пеште 180 градус қызып тұрған пеште 3-4 минут пісіріп аламыз. Бұл коржиктар өте тез піседі, достар. Сондықтан да мұқият қарап қоясыз. Пешіңізден алыстамаңыз, яғни. Менің бірінші коржигім пісіп жатырған кезде мен екінші пергамент қағазын алып, екінші формамды осылай жасап алдым. Тегістеп мұқият қарап жасайсыздар. Жіңішке қылып. Егер де сізде мынандай лопатка болмаса, қасықтың немесе пышақтың кез келген құралдың көмегімен жағуға болады. Міне, достар, мен үшінші коржигімді жасап жатырмын. Жаңа айтып өткендей, менде 3 коржик шықты осындай пергамент қағазына жағылған. Міне менің коржиктарым пісіп шықты, достар. Өте иісі деген керемет. Енді ең қызығы, достар, мына шыққан менің коржиктарымды жан-жағын тегістеп осылай кесіп алам. Мына кесілген коржиктарды, қалдықтарды, яғни бұны қазір украшенияда қолданам. Сондықтан бұны лақтырып тастамаймыз, немесе жеп қоймаймыз. Енді, достар, мына тегістелген коржикті мен осылай ұзыннан кесіп шықтым. Егер де сізде сызғыш болса, сызғыштың көмегімен 6 немесе 7 сантиметр қылып енін осылай қиып шығасыз. Ұзындығы маңызды емес, ең бастысы барлық коржиктарыңыздың ені бірдей болу керек. Егер сіз 7 сантиметр қылып қисаңыз, барлық коржиктарыңызды 7 сантиметр қылып қиып шығыңыз, осылай мен сияқты. Достар, енді крем дайындаймыз. Ол үшін 300 грамм майды жақсылап миксерлеп, кішкене көлемін үлкейтіп аламыз. Және де майымыз бөлме температурасындағы болу керек. Менде мына жерде холодильникте қалып қойған. Сондықтан да мен бұны кішкене турап, пышақтың көмегімен оны ертіп алдым кішкене. Енді міне мен майымды миксерлеп, жақсылап көлемін ұлғайттым. Оған дейін сіздің креміңіз бөлме температурасындай суып тұру керек. Міндетті түрде май мен кремнің температурасы бірдей болу керек, яғни. Міне майдың көлемі ұлғайды, кішкене миксерледім. Ендігі кезекте суыған кремімізді 1-2 қасықтан осылай майға қосу арқылы, үздіксіз миксерлеу арқылы крем жасаймыз.
Міне достар, біздерде осындай көлемі үлкен, пышный, яғни керемет крем пайда болды. Достар, енді пайда болған кремімізді әрбір коржығымызға осылай 2 немесе 3 қасықтан жағып шығамыз. Осы тортты жасалу жолын, құрамына қажетті заттардың барлығын мен описание бөлімінде жазып кетемін. Егер де сол описание бойынша құрамын жасайтын болсаңыз, сізде де міндетті түрде осындай торт шығады достар. Осылай крем жағылған коржыкты біз 10-15 минутқа қойып қоямыз. Өйткені крем коржыққа кішкене сіңіп, коржығымыз біздің жұмсару керек. Ал енді достар, ең қызығы, осы коржықтарымызды 10-15 минут өткеннен кейін осылай рулет ұқсатып айналдырып шығамыз. Біз жаңа 10-15 минутқа не үшін қойғанымыз, осы коржығымыз жұмсарып, осылай біз рулет құсап айналдырған кезде сынып қалмас үшін 10-15 минутқа креміміз бен коржығымызды пропиткаға қойып қоямыз. Міне мен бірінші коржығымды осылай рулет қылып айналдырып алдым. Енді осы ең шетінен бастап келесі коржықты жалғастырып айналдырамын. Достар, міне осылай әрбір коржыкты ең шетінен екінші шетін жалғастырып, бір-бірінің домалақтап, рулет құсатып айналдырып шығамыз. Тағы да бір маңызды ақпарат айтып кетейін. Осы тортты жасау барысында тегіс тақтай немесе тарелканы алып, міндетті түрде сразу қойып алыңыз сол тарелкаңызға. Сосын осылай міне кішкене мына тортыңыздың көлемі үлкейген кезде рулетіңіздің жан-жағына осылай жабыстырасыз. Достар, видео барысында көргеніңіздей, мен бұл торттың коржығын 3 бөліп пісіріп алдым. Сол 3 бөлік коржықтан 9 кесілген коржық шығарып, осылай барлығын бір-бірлеріне тегістей айналдырып, домалақ торт жасадым. Бұл торттың ені 7 сантиметр менде, диаметрі 24 сантиметр. Достар, ыдыстың түбінде қалған кремді мен осылай бетіне, жанына тегістей жағып шығамын.
Ал енді достар, осы қалып қойған қалдық печеньяларды мана мен айтқан бетін әсемдеуге пайдаланамыз. Ол үшін осылай мен сияқты қолдың көмегімен немесе оқтаудың көмегімен ұсақтап алыңыз коржықтардың барлығын. Сосын тортыңыздың бетіне, жанына тегістей жағып шығасыз. Достар, енді дайын болған тортымызды холодильникке 1-2 сағатқа салып қоямыз. Достар, міне біздің өзгеше Спартак тортымыз дайын болып қалды. Ортасы өте ерекше, вертикальный кескен кезде өте әдемі көрініс. Дәмі деген айтып жеткізу мүмкін емес. Жасап көріңіздер. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын, достар. Егер де мен рецепттерім ұнап жатса, мені комментарий, лайк арқылы қолдап қойыңыздар. Көп рахмет, сау болыңыздар, достар.